Так, демонстрация көрініп тұр ғой, иә? Так, пока енді сізден басқа ешкім келмейді ау деймін. Бастай берейін. Енді бізде жалпы бүгінгі тақырып мынадай ғой. Мына сайтта тилдада жасап шығамыз. Осындай сайтты қайтадан бір арнайы етіп жіберейін. Осы сайтты тилдада жасап шығатын боламыз. Енді тек тилдада емес, там фигманы қолдана отырып және тилданы қолдана отырып, тилданың ішінде бір осындай алғашқы екі үш блогын жасап шығатын боламыз. ә, екі үш блогын жасап шығатын боламыз. Так, ендеше кеттік, бастайық. Тилдаға ең алдымен осылай кіреміз. Енді тилдаға тіркелу бойынша айтып өтпей ақ қояйын, бірден бастап кете берейін. Мына тилдаға логин пароль енгізіп кіргеннен кейін осылай мына сары кнопканы басып жаңадан страница ашатын боламыз. Осыны басқаннан кейін пустая страница деп кәдімгі нөлден бастап сайтты жасайтын боламыз. Одан кейін біз дәл осындай дизайндарды жасай алу үшін мына жақтағы все блок емес, мына zero блок дегенді басамыз. Яғни zero блок атайып тұрғандағыдай нөлден бастап бір сайтты жасайтын боламыз. Одан бөлек сіздердің сайттарыңызда мынадай header және footer деген тұратын болса, сайтты сол бастамас бұрын настройка бөліміне өтіп, дополнительный деген жаққа барып, мына жақтан шапка, подвал дегендерді отключить етіп тастаймыз. Одан кейін zero блоктың ішіне кіреміз. Zero блоктың ішіне кіріп, мұнда тұрған элементтердің бәрін өшіріп тастаймыз. Яғни Ctrl-A-ны басып, бәрін таңдаймыз да өшіріп тастаймыз. Одан кейін мына жаққа қарасақ, бізде не нәрсе тұр мына жерде? Бізде мына жерде ақ фон тұр. Мына жақта да ақ фон тұр. Одан бөлек мына ақ фоннан кейін мынадай тоже бір серый шейп тұр. Мынаның бәрін қамтып тұрған серый шейп тұр. Так, былайынан көрсетуге бола ма екен? Не, былайынан тұрған бір серый шейп тұр. Қазір соны жасайтын болғамыз. Ол үшін мына плюсті басып, мына шейп деген бөлімге өтеміз. Сосын біз қазір енді мына бірінші тұрған линиядан мына тұрған соңғы линияға дейін апарамыз. Мына шейптің размерін. Былайынан апарып отырсақ болады. Болмаса былайынан созып отпай бірден апару үшін мына жерден мына шейпті таңдап тұрамыз да, W тұрған жерден 100 емес 1160 деп қоямыз. Сол кезде мынадай бірінші шейптан ең соңғы шейпқа дейін өзі автоматын барады. Ал егер сіздерде мынадай шейпті былайынан өзгертіп қойған болсаңыздар, және ортасына апару үшін былайынан қолмен отырудың қажеті жоқ. Дәл ортасына апару үшін мына жақтағы элемент settings дегеннің астындағы мына там align center дегенді таңдайтын боламыз. Одан кейін мен биіктігін тоже көбейтейін. Биіктігін астына созып отырып көбейтеміз. 500 деп қояйын. 500.
560 деп қойдық. Одан кейін примерно серый фонды қоямыз мына жерге. Осылайынан қоямыз. Сосын мына жақтарға қарасақ, бізде мынау баяғыдан бәрі төртбұрыш болып тұрған жоқ. Баяғыдан радиуспен кетіп тұр мына жер. Сол себепті қазір біз радиусты қосатын боламыз. Мына шейпті таңдап тұрамыз, астынан түсеміз, және бордер деген жерде, радиус деген жерге бір 30 деген радиусты қойып қояйық. Қойдық. Осыдан кейін мына ең алғашқы төбесіндегі мына логотипті және мына кнопкаларды жасауды бастайтын боламыз. Мынандай кнопкаларды. Енді логотипті мен дәл осы сайттан көшіріп ала салайын. Мына мышканың оң жағын басып, сохранить етіп алайын логотипті. Сохранить етіп алғаннан кейін плюсті басамыз және add image дегенді басамыз. Осы жерден әкеліп қойғаннан кейін, мына add image деген элемент пайда болғаннан кейін, жаңағы сохранить етіп алған логотипті мына жердегі upload файл деген жерге әкеліп қоямыз. Сосын мен неге shape қоспадым, мен неге мына image дегенді қостым. Ал егер біз shape дегенді қосып, логотипті осы жаққа әкелетін болсақ, бізде қараңыздар, бізде мынаның бірінші фонын алып тастау керек, и потом еще мынаның мына логотиптің бәрі көрініп тұру үшін тоже мына шейптің размерін былайынан өзгертіп отыру керек. Ал егер бізде жаңағыдай бірден имиджді әкеліп қоятын болсақ, ол жерде бірден мына логотипіміз бірден оригинал размерде пайда болады. Біз тек размерін азайтамыз мына жерден. Мен қазір 60 деп қоя салайын. 60 деп қояйын. Және мен мына жаққа емес, мына шетіне емес, енді дұрыстап оқу үшін мына жердегі расстояниені x бойынша, x координат бойынша расстояниені 60 деп қояйын. 60 деп қойдым. Сосын мына төбесі бойынша так 20 пиксель болсын. Қазір енді мынадай расстояниенің арақашықтықты қалай сенде шығып жатыр деген сұрақ болатын болса, қараңыздар, сіздерде егер MacBook болатын болса, мына comment деген нәрседен басатын болсаңыздар, яғни қараңыздар, осы бір элемент таңдап тұрасыздар, және comment дегенді бассаңыздар, comment емес, option дегенді, MacBook болатын болса, option дегенді бассаңыздар, және мына элемент таңдап тұрып, мына логотипке дейінгі размер арақашықтықты шығарып береді. Болмаса, мына логотипті таңдап тұрып, мына шейптің үстіне апарсаңыздар, мына шейптің басынан мына элементке дейінгі расстояниені шығарып береді. Ал егер сіздерде Windows ноутбук компьютер болатын болса, сіздерде мынада Alt деген кнопка болу керек, мына клавиштің астыңғы бөлігінде. Соны бассаңыздар, мына басқа бір элементтерге апарсаңыздар, сол элементтердің арасына дейінгі расстояниені арақашықтықты шығарып береді. Так, одан кейін примерно көрейік енді. Сайттың қазір қалай шығып жатқанын біз сілтеме күйінде көрейік. Save дегенді басамыз. Және close дегенді басып, сайтты опубликовать етеміз. Қарасақ, мына сайтқа қарайық, және мына сайтқа қарайық. Бізде қалай болып тұр? Мына сайт кәдімгідей бүткір сайтты экранды қамтып тұр, ал мына жерде мына жақтарында бос ауа қалып кетіп тұр. Мына жақтарында бос ауа көп қалып кетіп тұр. Енді бұл нәрсені қалай реттейміз? Бұл нәрсені реттеу үшін қайтадан zero блокқа барамыз. Және мына жердегі scale grade container дегенді басамыз. Осы жерден auto scale дегенді таңдап қоямыз. Auto scale дегенді таңдап қойдық. Енді save дегенді басып көрейік қалай шыққанын. Көрдіңіз, мынау auto scale дегенді жаңа қоспаған кездегі сайттың түрі, ал мынау auto scale дегенді қосқан кезде шыққан сайттың түрі.
қарасаңыздар прям один в один мына жақта да тоже яғни аутоскейлмен жасаған. Мына жақтағы біздің жасап жатқан сайтымыз тоже аутоскейлмен жасалған. Себебі дәл сондай болып шықты жаңа аутоскейл дегенді қосқан уақытта. Енді аутоскейл деген не екенін түсінбей тұрсаңыздар, мен қазір мына жақтан айта кетейін. А, так мына тилдаға барсақ және мына настройка бөліміне апарсақ, мына төбе жағынан ше мынандай экран тұрған жерден настройка бөліміне апарайық. Осы жерден бізде енді мына нәрсе таңдалып тұрған жоқ па, мына ноутбук деген бөлім таңдалып тұр. Және сол ноутбук деген бөлімге барсақ, бізде 1200 пиксель тұрғанын байқалып тұр. Яғни біздің мына экранымыз, біздің мына шейп, мына тұрған нәрсе, ол 1200 пиксельге арналып жасалған. 1200 пиксельге арналып жасалған. Және осының ішіне жасалып жатқан нәрселер сол 1200 пиксельдің негізінде жасалып тұрады. Қараңызшы, 1200, мынау міне жасыл 1200 болсын, иә. Одан кейін бізде енді жасылдың ішіне мынадай 60 пиксель деген сияқты нәрселерді жасап жатқан жоқпыз ба? Логотиптерді қосып деген сияқты ше, логотиптерді мынадай шейптерді қосып жасап жатырмыз. Енді бұл нәрселер одан сайын азайып кетіп жатыр да, мына ішіне қойғаннан кейін. Қазір мен былай түсіндіремін бұл нәрсені. Так, мынаны өшіріп тастай салайын. Енді ал менің мына макбуктағы экранның размері 1200 емес, мына жердегідей 1200 емес, мұнда бір 1920 болсын, 1920 болсын. Сол себепті менде мына жақтарында бос ауа қалып кетіп жатыр. Мына жақтарында оң жақ, сол жағында бос ауа қалып кетіп жатыр. Сол себепті мен аутоскейл дегенді қосқан уақытта менде осы макбуктың размеріне сай етіп, мынадай 1200 пиксель емес, мына макбуктың размеріне сай етіп, мысалы 1920 деген размерде сай етіп, менде осы нені автоматически менің экраныма сай размерде шығарып берді. Мен енді телефонның мысалын айтып көрейін. Қараңызшы, егер біз аутоскейл дегенді қосатын болсақ, осының мына нәрсенің ішінде жасалған дизайнымыз, мына iPhone 4-те де және iPhone қанша енді 17 Pro Max-тың ішінде жасасақ та осындай дизайнда тұрады. Ойынан қазір шығарып осы көрейін. Қарайықшы, міне мынау мысалы жаңағы iPhone 4 деп көрейік. Мына нәрсені iPhone 4 деп қойайық, мына фреймді. Және біз аутоскейл дегенді қоспайтын болсақ, және сол дизайнымыз iPhone 17 Pro Max-та да осындай кішкентай ғана размерде болады да. Яғни мына телефонымыздың мына жақтарында, міне мына жақтарында тоже бос ауа қалып кетеді. Мына оң жақ, сол жағында ше бос ауа қалып кетеді. Ал егер біз аутоскейл дегенді қосқан уақытта, мына iPhone 4-те де және iPhone 17 Pro Max-та да бірдей размерде шығарып береді. Мына жерде жасалған дизайнымызға сай. Енді аутоскейлге бөлек қазір мен кейін тағы да видеолар түсіретін боламын. Сол кезде түсінікті бола бастайды деп ойлаймын. Так, қазір. Так, сіз Жанарыс мырза, так, менің айтқаным түсінікті болып жатыр ма? Дауыстың бәрі шығып тұр ма? Так, одан кейін мынадай кнопканы қосуды бастайық. Мынадай кнопкаларды. Ондай кнопканы қосу үшін әрине мына плюсті басып, баттон дегенді басамыз. Осыдан кейін қарайтын болсақ, мына жерде тоже серый
размерде тұр, ой, сері түсте тұр, текстің размері қара түсте. Мына кнопканы басып тұрамыз және осы жерден background color дегенге барып, примерно мынадай серый түсті таңдаймыз. Одан кейін астына түсеміз, мына color деген жаққа барамыз. Енді бұл жерде мына текстің түсін таңдайтын боламыз. бір деп қойын. Яғни қара түсте таңдап қойдым. Осы жерден мына typeface деген жерден мен шрифтті алмастырайын. Tilda sans дегенге. Шрифттің размерін алмастырып жатырмын. Және бұның размерін енді кішкентай етіп қойын. Бір 30 деген размерде қойын. Биіктік бойынша бір 30 деген размерде қойын. 30 немесе там 35. Одан кейін бізде мына жерде не жазылып тұр? Разговорный английский деп тұр. Дәл солай жазып қоя салайын бе? Разговорный английский. Английский, разговорный және яғни қалыңдығы бойынша менде medium емес, менде жаңа semi bold емес, medium етіп қояйын. Сосын қарасақ, бізде мұндағы радиусы кішкентай, мына жердегі радиусы кішкентай. Мына жердегі радиусы кішкентай. Ол үшін қайтадан мына кнопканы басып тұрамыз және астың жаққа түсіп, радиус деген жерден бір 6 деген радиусыма қойып қойын. 6 деген радиусты қойып қойдым. Потом қарасаңыздар, мына кнопканың үстіне апарған уақытта бізде мынадай фиолет розовый түсте жанып кетіп тұр. Яғни background фиолетовый түсте болып кетіп тұр. Ондай нәрсені жасау үшін мына кнопканы басып тұрамыз және астына түсеміз. Астына түсеміз да, ең астына түсіп, мына hover деген жаққа барамыз. Сосын мына background color, оның hover деген бар. Яғни мышкамен үстіне апарған уақытта алмасатын түс. Бізде қазір ешқандай түс тұрған жоқ. Сол себепті үстіне басып, мына жақтан фиолетовый жаққа апарамыз. Осы жерден мынадай бір түсті таңдап қойып. Көрдіңіздер ма? Уже бірден осындай түске алмасып жатыр бізде. Енді мына жердегі расстояниені көрейік. Мынадай төбесінің бойынша 20 пиксельде қалып тұр. Мына жақ бойынша да төбесінде 20 пиксельге апарайық. Сосын айта кететін нәрсе, бізде мысалы мына жерде мынау кішкентай әріппен жазылып тұр мына жерде ше, ал мына жақта бәрі үлкен әріппен. Мына разговорный английский деген кішкентай әріппен емес, бәрі үлкен әріппен. Енді біз мынаны қайтадан бір басынан бастап R деген әріптен байынан жазып отырудың қажеті жоқ. Разговорный английский дегенді қайтадан бас әріптермен жазып отырудың қажеті жоқ. Ол үшін астына түсеміз. Мына баттынды, кнопканы таңдап отырып астына түссек, мына жерде water case деген бар. Осы жерден біз AG деген екеуде бас әріппен тұрғанда таңдаймыз. Сол кезде міне бас әріппен шығып кетті. Және мына биіктігі де көбейіп кетті. Себебі неге? Себебі тоже сыймай қалды. Енді қазір біз мына жаққа апарайық, бойына апарайық. Яғни мен ұзындығын көбейтіп жатырмын. Бізде жаңа биіктігі 35 пиксель болып, сол 35 пиксель дегенді қайтадан жазып қойын. Сосын мына жерде бір 14 емес, 12 деп қойын. Мына текстің размерін 14 емес, 12 деп қойдым. Мына 200 пиксельге қойдым. Сосын мына жерде 30 деп қоя салайын. Енді примерно қалай шыққанын қазір көрейік осы жерге дейін. Міне. Ұқсап келе жатыр. Қарасаңыздар, мына жерде ұқсап келе жатыр уже бір-біріне. Енді менің мақсатым дәл один-в-один осы жердегідей етіп жасап шығару емес. Ең бастысы осындай бір элементтерді, сайттың ішіндегі элементтердің қалай жасалып шығатынын сіздерге көрсету.
ары қарай енді сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша өзгерте бересіздер ғой. астыға үстіге там орындарын алмастырып түстерін алмастырып деген сияқты. Ең бастысы менің мақсатым сіздерде жалпы қалай жасалатынын көрсетіп беру. Ары қарай енді өздеріңіз алып кету керексіздер. Разговорный английский, потом тағы да мына жақта не нәрсе тұр, бизнес английский, бизнес английский, ой, бизнес английский, экзамены. Енді мынаны көшіріп қайтадан алып жатқаным түсінікті шығар. Мына сіздерде Ctrl-C, Ctrl-V десеңіздер болады. Болмаса бағанағы айтқан сіздерде мына Windows болатын болса, мына Alt деген кнопка бар емес пе сіздерде клавиштағы ше, клавиштағы Alt деген клавиатурадағы Alt деген кнопканы басып тұрып, мына бір элементтің үстінен апарсаңыздар, сіздерде сол элементтің дубликаты шығып кетеді. Енді экзамены, потом мен мынаның ұзындығын азайтып жатырмын мына жақтан. Потом мына жаққа барайық. Сосын тарифы бөлімі. Тарифы, сосын контакты. Енді мына жаққа төбесіне тоже апарайық. Енді қараңыздар, сіз былайынан әрқайсысының размерін осындай етіп жасап шықсаңыздар, әртүрлі қойып шықсаңыздар ше, енді сіз мына бірінші элемент пен екінші элементтің, мына екінші элемент пен үшінші элементтің, мына үш пен төрттің арасындағы барлық расстояние бірге болған қаласаңыздар, яғни мына жерде қарасаңыздар, мына жердегі расстояние ше, мына әр элементтің арасындағы мына расстояние бірдей болып тұр, иә. Көзбен қарасақ уже түсінікті. Біз мына жақтағыдай, мына біздегідей әртүрлі болып тұрған жоқ. Енді сол нәрсені қалай жасаймыз? Енді біз былайынан біртіндеп отырудың қажеті жоқ. Мына жаққа апарып ше, біртіндеп былайынан отырудың қажеті жоқ. Просто мына барлық элемент таңдаймыз, барлық кнопканы таңдаймыз. Осы жерден ең алдымен мына центр дегенде align центр дегенді таңдаймыз. Мына жақтағы ше, мынаны таңдаймыз. Всегдадағы. Соны таңдаған уақытта бізде бәрі реттеліп кетеді. Центр бойынша бәрі орталық бойынша реттеліп кетеді. Одан кейін бір 10 пиксель дегенді жазып қойып, міне көрдіңіздер ма? Мына шашыраңқы күйден мына жерге біз 10 деген пиксельді жазғаннан кейін бәрінің арасындағы расстояние 10 деген пиксельге сай болып кетті. Енді примерно қалай шыққанын тоже қарай салайық мына жерден. Қарасаңыздар, иә, уже ұқсап келе жатыр. Енді шамалы түстері, цветтері бойынша тоже шамалы өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа айтып кеткендегідей, менің мақсатым ең бастысы қалай жасалуын көрсетіп беру, ары қарай өздеріңіз өзгерте бересіздер ғой енді. Одан кейін нәрсе мынадай WhatsApp-тың иконкасы және вводный урок деген. Енді мына WhatsApp-тың иконкасы дегендерді қалай жасаймыз біз? Бұл нәрсені жасау үшін әрине бірінші WhatsApp иконк деп барсақ болады, мына жаққа WhatsApp icon деп жазсақ болады. Google-ға барып ше, Google-ға барып осылай жазамыз. PNG деп жазып қойып бірден. Яғни фоны жоқ. Так, мына жақта точно WhatsApp қояды. Так, WhatsApp.
WhatsApp icon там white деп жазайық бірден, ақ түсте болған. Мысалы мына жаққа барайық, осы фотоны жүктеп алдық және фигмаға барамыз. Мен қазір фигмаға барғым келіп тұр. Фигмаға бардық және осы жаққа әкеліп қойдық. Сосын енді мен мынаның артындағы фонды алып тастағым келіп тұр. Бұның артындағы фонды алып тастау үшін мен мына жаққа барам. Қалай мышканың оң жағын басам, мына сурет таңдап тұр ше, сурет таңдап тұрып мышканың оң жағын басам, плагинс деген бөлімге барып, мен мына icon 8 background remove деген басам. Егер сіздерде жоқ болса, мына manage plugins деген барасыздар, осы жерден icon 8 background деп жазсаңыздар, міне уже шығады, icon 8 background remove деген шығады. Осыны таңдап тұрып remove background дегенді басамыз. Басқаннан кейін сәл күтетін боламыз. Енді менің мына жердегі WhatsApp мен мына жақтағы WhatsApp-тың иконкасы сәл өзгеше болуы мүмкін. Енді сіздерде WhatsApp тұруы мүмкін, YouTube тұруы мүмкін, Insta тұруы мүмкін деген сияқты ғой. Өздеріңіз қалғанша өзгерте бересіздер енді ол жағын. Қарасақ мынау дұрыс шықпай қалды. Дұрыс бэкграунд жасамай қалды, өкінішке орай. Енді біз басқа сайтқа барып көрейік. Remove background деген. Енді мына жақта көрейік. Мына жақта қалай шығарады екен. Мына жаққа жаңа фотомызды просто әкеліп қоя салдық. Мына жақта уже более-менее тәуір шығарып берді. Сосын скачать деген басып, бесплатно деген нұсқаны таңдайық. Енді тилдаға қайттан барамыз. Тилдаға барып, мына редактировать деген ішіне кіріп, мына жақтағы тағы не, мынау кнопка ма? Кнопка болса, кнопканы басамыз. И так мынау қара түсте тұр. Түсі тұра берсін, қара түсте. Потом енді ішіндегі элементті алып тастаймыз. Ішіндегі элементті алып тастадық. Енді размері мыналармен бірдей болып тұр. Мына кнопкалармен оның алдында жаңа біз создавать еткен контакты тариф бөлім бойынша ше, сонымен бірдей болып тұр. Так, сонымен бірдей болып тұрса, бізде мынау қандай размерде тұр? Міне 30 деген пиксельде тұр. Бұның биіктігін тоже 30 деген пиксельде қоямыз. Және бұның радиусын азайтамыз. 6 деген радиусқа қойып қояйық. Мына жерде қарасақ, примерно квадратный болып тұр. 30 деп қояйық. Мынау Y бойынша 45-те тұр. Мынаны тоже 45-те қоямыз. Яғни мына төбесі бағананы орналасу бойынша ғой, 45 деген. Сосын мына жаққа әкелейік. Мына жаққа суретті әкелейік. Суретті әкелеміз да не істейміз? Жаңағы фоны жоқ WhatsApp-тың иконкасын қоямыз. Upload файл деген жерден. Размерін азайтып жатырмын. Және осының үстіне әкеліп қойдым. 20 деген размерде. Сосын мына жаққа қарасақ, мына жерде үстіне апарған уақытта тоже не болып кетіп тұр? Артқы фоны өзгеріп кетіп тұр. Дәл сондай болу үшін жаңағы мына қара деген кнопканы таңдаймыз. Қара кнопканы таңдаймыз. Мына артында тұрған ше. Мына WhatsApp емес, қара иконканы таңдаймыз. Кнопканы таңдаймыз.
сосын мына background color hover деген жерде жаңағы жақтағыдай розовый түсті таңдаймыз ғой. Енді қараңыздар, бізде қазір мынандай бір проблема болуы мүмкін. Как көрсетейін. Мына WhatsApp иконканың үстінен апарған уақытта мынау розовый болып тұрған жоқ. Ал мына жақта WhatsApp иконканың үстіне апарсақ та даже розовый болып кетіп тұр. Бізде тек қана мына WhatsApp иконкаге жақындамай, оның сыртындағы кнопканы басқан уақытта ғана, наведение жасаған уақытта розовый түсте тұр. Енді біз мына жақтағыдай WhatsApp-тың үстінен бассақ та даже розовый түсте болу үшін не істейміз? Ол үшін тилдаға қайттан барамыз. Осы жерден WhatsApp-ты таңдаймыз да, мына астың жаққа түсеміз. Астың жағына түсеміз. Осы жерден мына pointer events деген жердегі нәрсені auto емес, none деп қоямыз. Енді көрейік. Көрдіңіздер ма? Міне мен қазір WhatsApp-тың үстінен басқан уақытта да розовый түсте болып кетіп тұр. Ал жаңа қара түсте тұр еді. Енді себебі неге? Себебі мен мына WhatsApp-ты алдында иконкасын pointer events деген жерден none дегені қойдым. Яғни бұл ешқандай рөл ойнамайды. Мынау ше, фото ешқандай рөл ойнамайды. Даже мына фотода ше, сіртеме тұратын болса, мына ring деген жерде бір сіртеме тұратын болса, ол сіртеме даже ашылмайды. Міне, извините, там это невозможно деген сияқты тұр. Өйткені мына pointer events деген жерде none деп тұр менде. Ал енді сіртеме күйінде қою үшін mына none деген емес, auto дегенге қайтадан алмастыр деп тұр менде ше. Енді түсінікті шығар деп ойлаймын. Түсінікті болмай жатса, тоже басқа да сабақтарда түсіндіріп беретін болғанмын енді бұл нәрсе жайлы. Одан кейін қайтадан мына button деген таңдаймыз. Өйткені бізде мына вводный урок деген нәрсе тұр мына жерде. Button деген таңдаймыз. Міне осы жерден мына текстпен тұрған жерден вводный урок деп қойып, жазып қойып. Және размерін 12 деп қойып. Tilda sans. Және мынау семиболт болып тұра берсін. Және бас әріптермен жазылсын. Сосын мынаның размері тоже бағанағыдай 30 және 30 және мына жақ астына апарайық. Мына жерде тоже 6 пиксель болсын. Вводный урок. Жоқ, мына жерде тек бірінші әрпі ғана бас әріппен тұр екен. Сол себепті біз мына жақтағы жаңа AJ бас әріппен емес, мына минусты таңдап қоямыз. Яғни ешқандай өзгеріс болмайды. Біз мына жерде қалай жазамыз, солай шығарып береді бізге. Мысалы, бірінші әріпті бас әріп, қалғандары кішкентай әріп. Вводный урок. Мына жақта да тоже background color бойынша өзгеріс бар. Астына түсеміз. Hover background color деген жаққа барамыз. Мына жаққа жақындатып керек. Мен примерно орналасуын алмастырып жатырмын примерно. Міне. Бізде қарасақ уже мына жақтағыдай примерно шығып жатыр. Енді қазір мына Zoom өкінішке орай мен подпискасын естімеппін. Так, Жанарыс мырза, так, соны қалай қосады деген өкінішке орай мен енді көріп жатырмын. Қазір келесі Zoom-ды не істеймін? Мен сілтеме беремін, иә, мына Zoom бітіп қалады екен, мен подпискасын келесі Zoom-ға шыққанда уже алып қоятын боламын. Қазір уақыт құртпай ақ қояйын.
как келесі зумға тоже сілтемесін жіберемін. Так.